Барлығыңа сәлем. Бүгін міне осындай манты дайындайтын боламыз. Менің ерекше дайындайтын жолым бар. Егер қызық болса, соңына дейін қараңыз. Қамырын жасау үшін суды құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқа саламыз. Содан соң тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қосып, жақсылап қамыр жасаймыз. Қамырымызды илеп болдық, бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Әзірше салмамызды дайындаймыз. Сиырдың тартылған еті, оның үстіне құйрық май қостым, ұсақтап туралған пияз, содан соң картоп және ұсақтап туралған асқабақ қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Мантымыздың салмасы құрғақ болмас үшін кішкене су қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, дәмін тексереміз. Енді қамырымызды жұқалау қылып жаямыз. Төртбұрыш қылып кесіп аламыз да, әрқайсысына салмамызды салып шығамыз. Енді әдемілеп мантымызды жасаймыз. Ең бірінші төрт жағын бір-біріне айқастырамыз, содан соң жандарын жабамыз. Міне мантыларымызды жауып болдық. Енді мантаваркамыздың ішіне сұйық май жағамыз да, мантыларымызды саламыз. Бір-біріне алыстау болуы керек. Мен бетіне де күнбағыс майын жағамын, өйткені піскен кезде құрғақ болып кетпесі үшін. Мантаваркамыздың астын қойып, суы қайнап жатуы тиіс. Үстіне мантыларымызды қойып, қақпағын жауып, ашпай 40 минут қоюымыз керек орташа отта. Мантының подливкасына сұйық май, пияз, сәбіз салып қуырып аламыз. Міне мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.